Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен күріш суының пайдасы жайында айтатын боламыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ежелгі Қытай рецептілері тәніміздің саулығын сақтайды. Қытайлықтар күрішті ерекше жақсы көреді. Бұл тағамды көп тұтынатындары да кездейсоқтық емес. Дұрыс дайындалған күріш өмірді ұзартып, ағзаны қажетті заттектермен қамтамасыз етіп отыратын өте пайдалы тағам. Күріш жеп отырған кезде ағзаңыздағы токсиндер сыртқа шығады. Асқазан мен ішек жұмысын ретке келтіреді. Күрішке қарағанда оның суының пайдасы мол. Егер бұрын-соңды күріш суының пайдасы туралы естімеген болсаңыз, дәл қазір салауатты өмірге жаңа қадам басыңыз. Мінсіз келбет, күш-қуат, сау тері, күріш суын тұтынатын адамдардың серігі. Күріш суы ағзаны көмірсулармен қамтамасыз етіп, асқазан ауруын емдейді, артериялық қысымды ретке келтіреді, оба ауруын алдын алады. Мұнымен қатар оның косметикалық та қасиеті бар. Саңлаулардың аузын бітеп, тері түсін біркелкі етіп, майлылық деңгейін азайтады. Арнайы тағамдар шықпаған кезде ата-аналар балаларын осы сусынмен тамақтандырған. Күріш суының арқасында дисбактериоз, дерматит сынды аурулар өте сирек кездесетін болған. Ол өте қарапайым әдіспен дайындалады. Аз мөлшердегі күрішті суға салып қайнатыңыз. Бір стақан суға бір ас қасық күріш жеткілікті болады. Қайнатпа түсінің бұлдырлануына мүмкіндік беріңіз. Онымен күніне 2 рет бетіңізді жуыңыз. Бір аптаның ішінде оң нәтижесін байқайтын боласыз. Мысалыға, қытайлықтар күн сайын таңертең бір стақан күріш суын ішеді. Бұл таптырмайтын пайдалы сұйықтық, ағзаға қажетті сергектік сыйлап тазартады. Сусын көптеген пайдалы заттардан тұрады. Минералдардан, күріш сұйықтығында селен өте көп болады. В, Е, С тобындағы витаминдерден және де асқазанның шырышты қабығын орап емдейтін ұлпалардан тұрады. Көріп отырғандарыңыздай күріш суы таптырмайтын сусын. Ол ауру кезінде жақсы көмектеседі және барлық сұлулық салонының орнын ешқандай шығынсыз алмастырады. Азиялық әйелдердің бұл құралды көптен бері бағалағандары да таңғаларлық емес. Ал күріш суының ерекшелігі мұра ретінде қазіргі заманның сұлуларына да берілген. Достар, каналға тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар.